Сәлеметсіздер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. English Plus 5-ші сыныптың Student Book'тың 66-шы беттегі Review 5-ші бөлімнің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Exercise 1. Match the verbs in the box with phrases 1 and 7. Мына тұрған кестедегі сөздерді бос орындарға қойып шығуымыз қажет. Decorate the house. Play a musical instrument, have a party, celebrate Thanksgiving, dance the samba, wear new clothes, sing happy birthday. Exercise 2. Choose the correct words. Дұрыс сөзді таңда. Наурыз is in March. Наурыз айында. 21st March is the first day of summer in the UK. 21 наурыз біріккен елдерде көктемнің алғашқы күні. May has got more days than September. Мамыр айы қыркүйек айына қарағанда күндері көп. Valentine's Day is on 14th February. Валентина күні ақпан айының 14 күні. April or March. March is the third month of the year. Жылдың 3-ші айы March. Наурыз. October is in autumn. Қазан айы күзде. There are 30 days in November. Қараша айында 30 күн бар. January is in winter in Australia. Бұл жерде Австралияда қаңтар айы жазда болады екен. Exercise 3. Choose the correct form of the verbs. Етістіктің дұрыс түрін таңда. The Irish celebrates St. Patrick's Day on 17th March. My cousin has a New Year's party every year. My sister and I visit our grandparents in summer. I give presents to my friends on their birthday. My mother makes a special meal on New Year's Day. They wear party clothes on New Year's Eve. We dance in the streets on Carnival Day. A friend visits me every summer. Exercise 4. Write affirmative sentences. Use the present simple. Болымды сөйлемдер жаза, present simple шағын қолдан. Мысалы, he likes hot dogs. My жерге мен mother деп жазыппын. My father cooks turkey. I play an instrument in a band. We live in a small village. My parents have a party every year. You ski in January. She walks to school every day. My dog plays football with me. Яғни бұл жерде біз present simple шағының болымды түрін жасадық. Егер де болымды сөйлемдерде I, we, you болған жағдайда етістікке ешқандай да s жалғауын жалғамаймыз. I play, we live, you ski. Ал егер де ол үшінші формада болса, ол болатын болса, мысалы my father, he, she, my dog, it болған жағдайда етістікке s жұрнағын қосып жазады екенбіз. Exercise 5. Write the negative form of the sentences in exercise 4. Енді 5-ші тапсырмада
болымсыз сөйлемдер жасаймыз. Оны қайдан аламыз? Мынау тұрған 4-ші жаттығудағы сөйлемдерден болымсыз түрін жасайды екенбіз. My father cooks turkey. Менің әкем күрке тауық тамағын жасайды. Енді біз жасамайды деп айту үшін my mother doesn't cook turkey деп жазамыз. Бұл жерде father. I play an instrument in a band. Мен топта, инструментте ойнаймын. Енді осы екінші сөйлемді ойнамаймын деп айту үшін I don't play an instrument in a band деп жазамыз. We live in a small village. Біз кішкентай ауылда тұрамыз. Біз кішкентай ауылда тұрмаймыз деп айту үшін we don't live in a small village деп айтамыз. My parents have a party every year. Менің ата-анамның жылда кештері болады. Енді осыны болмайды деп айту үшін my parents don't have a party every year деп айтамыз. You ski in January. Сен қаңтар айында сырғанайсың. You don't ski in January. Сырғанамайсың. She walks to school every day. Ол мектепке күніге барады. Енді ол мектепке күніге бармайды деп айту үшін she doesn't walk to school every day деп айтамыз. My dog plays football with me. Менің итім менімен бірге футбол ойнайды. Ал ойнамайды деп айту үшін my dog doesn't play football with me. Яғни болымсыз сөйлемдерде етістіктің алдында don't немесе doesn't қосымша етістіктерін қолданып present simple'дың негатив болымсыз сөйлемдерін жасайды екенбіз. He, she, it жағдайдағы етістікке жалғанатын s сол doesn't болып өзгереді екен болымсыз түрде. Exercise 6. Complete the dialogue with the words in the box. Мына кестедегі сөздерді пайдалана отырып, мына тұрған бос орындарға қойып шығып диалогты аяқта. Лиза және Тимнің әңгімесі. Бұл әңгімені біз алдыңғы сабақтарда орындаған болатынбыз. Сол себептен мен аудармаймын, тек қана оқып беремін. Hey, who are the people in the hall? We've got practice for our Christmas show. I am a singer in the show. That's great. Yes, there is practice every Monday, and on 15th December, there is a show at school for parents and students. Why don't you come along? But I don't act or sing. That doesn't matter. Why not come and make some costumes or decorate the hall? Yes, okay, why not? Сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Мына жерде Лиза мен Тимнің әңгімесі. Холлда жүргендер кімдер деп сұрап жатыр. Ол жерде біз Крисмасқа дайындап жатырмыз, біз ән айтамыз, шоу көрсетеміз деп жатыр. Ол кезде біз дүйсенбі күндері және желтоқсанның 15-і күні дайындаламыз. Өзіміздің мектепте ата-анамызға, оқушыларға шоу қоямыз. Сен неге келмейсің дейді. Мен ән айта алмаймын, ойнай алмаймын деп жауап береді Лиза. Тим айтады, бұл ешқандай да қиын емес. Ән айтпасаң да, ойнамасаң да, бәлкім костюм жасап көмектесесің, немесе холды, залды безендіресің дейді. Сонымен Лиза келісіп жарайды, неге бармасқа деп келіседі екен. Exercise 7. Listen to 4 people talking about special days. Тыңдалым тапсырмасы екен. 4 адамның әңгімесі, арнайы күндер туралы айтып атқан. Енді сол 4 спикердің қай сөйлемдерді айтқанын анықтауымыз қажет екен. Және де бір сөйлем артық, соны анықта дейді. Енді мен бұл тапсырманы алдын ала таңдап, осылайынан жасап қойдым. Speaker 1, бірінші спикер, speaker first. Friends come to my house and we have a party. Достарым менің үйіме келеді және біздің кешіміз болады деп жауап жазыпты. Speaker
Second, I eat turkey and sweets with my family. Мен күрке тауық жеймін және де өзіміздің отбасымызбен бірге тәттілер жейміз дейді. Speaker third. Үшінші speaker. I wear a costume and dance in the street. Мен арнайы киім киемін және де көшеде билеймін дейді. Speaker fourth. I go to a restaurant on my name day. Мен өзімнің күнімде мейрамханаға барамын дейді. Енді осы жерден қарап тұрсаңдар, be my grandmother comes for Christmas every year. Be нұсқасындағы сөйлем артық сөйлем екен. Осымен біз 5-ші бөлімді аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетулеріңді өтінемін. Сау болыңдар.